Альмира жазады, не істеп жатсың, қыз алып келдің ба деп. Сонымен қой кездесейік деп, бота үшеуміз кездесейік деп, мен еңкейіп жүрмін, стройкадан шыққан үстім деген курткам шаң-шаң, мен қазір кафеға кіруге ұялып тұрмын, шынымды айтсам. Үстім деген кәдімгі строитель болып тұр ғой, бригадир болып тұр ғой үстім. Наватқа келдім, ішінде адам көп екен, ят болып тұрғаным ай. Ботада келген, қазір қаяқта екен білмей тұрмын, қазір звонда көріп, дала жып-жылы күшті болып тұршы, рахат болып тұр ғой кәдімгідей. Біліп қайда. Атып тұршы цифра. Атып тұратын. Ой, фигурамды қорқпасыңдар да. Ойбай, бісміллә. Қайсың қыз? Кетейік деп жатыр. Қайсың қыз? Кетейін деп жатыр? Шай ішілер, кеткен шай ішілер. Сол жақтан барып отырамыз. Жалпы ше, Құдайдың берген осындай бір денесін құртуға болмайды. Аманат та ол, аманат. Ол мейлі ол дене тері ғой ол дейді. Всего лишь тері адамның, самый главный өзінің қандай адам екенін әдемі болса болды. Соны айтамын. Депті қоян қасқырға да. Ертеңше история повторяйте болады. Екеуміз Москваға баратпайық бүйтіп. Так, мен осы моментті видеоға специально түсіріп жатырмын. Кімге барып жасатып едің, адресін айта салшы деп па? Алло, здравствуйте деп. Русик Мамедович. Или айтпайшы Зухраға тығылып баратсаң. Если че, менің подписчицаларым сұрады ғой, ана сіздің врачыңыз басы бос па, бойдақ па деп сұрап жатыр ғой, қашық па. Басы бос емес екен ол врачтың. Бала шағасы бар ма? Бала шағасы бар екен, әйелі бар екен, кешіріп қойыңыздар. Сол менің жаңа фигурамды тойлатып жатыр қыздар, мен не істейміз? Қыздар енді өз ақылдарын айтып жатыр, Зухра дұрыс болып жасағанын айтпесе, қарның қабақтай бір онша не істейміз? Мен түсініп тұрмын, көріп жатқан қазір біразыңызда Ақбота мен Альмира подругаңа айт деп жатқан шығарсыздар Зухраға. Жасатсын, вот солар жасату керек деп жатқан шығарсыздар. Ботаны қайда мен точно жасатпаймын. Мен осы қалыппен өзім азбасам дәл осы Альмира. Мейлі, мені басқа біреу күйеуінен анау мынау дейсін, Альмира толық дейсін, маған бәрібір. Мен осы қалыппен қаламын. Просто азуы мүмкін енді, бұрынғы қалпыма түсуі мүмкін. Но Самая счастливая женщина күйеуінің махаббатына бөленген әйел. Осындай сөздер айтады. Мысалы, бізде махаббатқа бөленіп жүрсек, мүмкін бізде солай айтар едік. Махаббатқа бөленбегеннен кейін ботада может быть жасатып қалам деген сияқты түрмен отыр. Бірақ если жасатып жатса, оған менің ешқандай күнәм. мен күнәлі де емеспін деші. Мә, ертең шыннақ сен айтар жасат, елдің бәрі мені жауап. Мен негізі екеуіне ақылымда айтуындай айтып жатыр. Бұлар мен сондай болады екен, оказывается, құрбылар бір-бірлеріне ұқсайды екен негізі. Ана сынықтан басқасын бәрі жұғат деп, ертең ерін жасаттым деп отпайды менде. Альмира шайда менің косметологыма баршы. Бастады. Айтам, сенің түрің негізі өте әдемі, ерін жасаң, вообще кукла боласың. Сәл қосу керек. Қалай азғыратын олар. Сен әдемісің дейді. Ерін жатсаң, вообще әдемі болып кетесің. Иә, шын өз-өзіңе вообще басқа көзбен қарайсың. Альмира. Нұрғалым осы видеоны көргеннен кейін мен Нұрғалым, сен блоктасың. Если что десең. Сразу блокировка жасап, бірақ не теге. Соны айтамын. Қалай ғана шығармай қоймышсың, так или что. Сол қыздармен бірге отырмыз. Қарақат қасымызда, бүгін боянып өзі бір девушка болып шығыпты. Әдем болып тұрсың. Сасқа болып тұрсың. Одан жанында жүріп, одан әрі әдем болып тұрсың. Я что-то сигнал болып баратыр өзі. Күнненге. Сұйып отыр ғой менен, Стань. Қарап көзім тоймай жатыр, жақындатып көрсет, жан-жақ детский площадка. Отыратын жерін бәрін жасап жатыр уже. И біздің дворды қараңыздар. Брусчаткадан түнде көрінбей жүрді, онан қараңыздар. Мына жаққа асфальт төсейді скоро уже. Мына жердің бәріне брусчатка төсейді ғой. Пока жасарып берген жоқ енді. В общем, на семью из 6 человек примерно. Где-то, чтобы покушали, могли посидеть. Это сделать по периметру живую изгородь из туи. Она будет круглый сезон зеленая, и у вас получается, как бы соком будет всегда вид красивый. И поставить мебель, и буквально тут несколько вариантов цветов. Я хочу, чтобы там полосочки, ленточки, чтобы светились. Имеется в виду, где вот, допустим, да, когда ты идешь, там светили, фонари какой-то, да. Но фонари должны быть не такие большие, потому что территория маленькая. Из-за этого надо что-то миниатюрное, но красивое, наверное. Я думаю, знаете, как сделать утопленную дорожку?
и в утопленной дорожке, чтобы была подсветка. Да, можно что-то такое? У вас как маленькие дети есть? Да, у меня вот почти ребенку, вот маленькому, и вот второй 9 лет. Такая изгородь будет живая Барабан. из туи барабан, да. То есть, Можете показать, что это? Покажешь, да? или? да. Как вы думаете, наверное, шатер все-таки будет? Шатер будет практичней. Да. Красиво будет с деревьями. Есть деревья прям люксовые, которые как зонтики. Но у них тоже, тут нужно понимать по бюджету, от 2,5 миллионов тенге за дерево. Я хочу, чтобы вы мне посоветовали, что можно, что красиво будет. Вам нравятся фиолетовые цвета, розовые, белые. Вы любите ярко, либо вы любите классику, прованс. Я хочу вот мебель ротанговую, то есть на зеленом, чтобы это был белый, такой бежевый оттенок. Вот камень тоже белый есть. Там. Я хочу, наверное, что-то светлое. Я не люблю разноцветное. Боку поставить, где покушать, чтобы середина площадка была пустая, чтобы дети могли играться. А вот здесь вот покушать. Оно Вот будет смотрите, вот освещение. красиво, я тоже так хочу. Вот, ну вот такого плана, видите, Что тут такое придумайте? Так, я вот чуть-чуть увеличу просто. И вот здесь все будет располагаться. Все. И вы, в принципе, сразу сможете понять. Да. И общую стоимость, сколько Да. это все будет стоить. Вот так вот посчитать, чтобы я примерно понимала, если мы по сумме договоримся, чтобы уже у вас заказать, и по срокам, за сколько вы это можете уложиться, допустим. А подскажите, как вот? Зухра. Очень приятно. Дадите ваш инстаграм, я Да. подпишусь. Зухра Хакиева. А вы меня нашли через какой Какой инстаграм? инстаграм? Ландшафтный дизайнер, я просто написала и вышла. А, Да. я просто для себя вот хочу понять. Вот здесь он? Да. Все, мы тогда поехали. Хорошо, все, До встречи, до свидания. До свидания. Жігіттер келді. Лестницаның несін периласын алып келе жатыр. Лестницаның периласы мынау. Бүгін машинасыз таксимен келмін, өйткені машинаға за руль отыруға болмайды деді. Просто что-то ойлап қойдым да, почему за руль отыруға болмайды? Потому что мен за рулем отырмасам да, в принципе, бәрібір де отырамын ғой деп ойлап отырмын да. Қалай ойлайсыздар? Стройка болып жатқан үйдемін. Біраз жұмыстар бітіп жатыр уже. Бүгін жаңағы мебельдер келеді, бұйырса. Сол мебельді көріп отырмын қазір. Камерада ана күні потологымызды түгел ауыстырды ғой. Сол кезде потолоктағы камералардың бәрін шешіп тастаған ғой. Соның бәрін қайта салғыздым, қазір қайта ақшасын төлеп. Лестницаның несін салып жатыр, периласын устанавливать етіп жатыр. Қолмен ұстайтын кеше әйнегін орнатып кетіп еді ғой. Бүгін ағаштарын орнатып жатыр. Нұрдәулет деген бала бар менде. Умный дом жасап жүрген. Сол умный домның заттарын жаңағы лестницаның подсветкасын жасап жатыр. Бір-екі күндік жұмысым қалды деді. Сосын бір люстрамен менде проблема болып тұр. Сонымен соған айқайлап жынданамын деп нервім жаман ауырып тұр. Объектіға келдім, машинасыз жүрсем де өзіммен бірге саумалымды алып алдым. Қазір білесіздер, соңғы операциядан кейін қазір мен еңкейіп жүремін. Иммунитет кәдімгідей түсіп кетеді после операции. Потому что наркоз аласың, неше түрлі дәрілер, антибиотиктер ішесің да. Антибиотик салады саған, онда операциядан кейін обязательно қолыңнан, венаңнан барлығынан салады. И организм кәдімгідей уланады. Сол үшін қазір саумалымды ішіп, после операции сразу саумал ішіп бастадым. Вот реально бұрға мен осы күнге дейін ойлаймын ғой, қаншама өнімдерді ішіп көрдім, бірақ именно во время беременности да ішкен, осы после операции болсын, қандай ситуация болсын, саумалды всегда ішемін, потому что саумал действительно құрамы жағынан таза. Енді менің оқырмандарым, таныс туыстарымның көбісі біледі негізі вообще саумалдың қаншалықты ем пайда екенін, өйткені көбісінің жаңағы өтіндегі тас түсті, операцияға жүгінбей-ақ осындай күшті результаттар көріп жатқан оқырмандарым да көп, туыстарым да көп. Қандай кезде біз бір нәрсені көп айтамыз. Енді көбісі байқаған шығар, мен операциядан кейін де көрсетіп жатырмын. Сосын қыздар, мен бір нәрсе жазған кезде
саусақтарым кішкене толстылауда, пальчиктарым, и мне неудобно писать. Из-за этого я иногда букваларды ошибка жіберемін. Бірақ негізі ручками жазсам, мен никогда без ошибок жазатын адаммын. Если инстаграмда менің бір кішігірім қателіктерімді көріп жатсаңыздар, ол менің қателігім емес, ол менің саусақтарымның толстылығы және клавиатураның өте кішкентайлығы. Сондықтан түсіністікпен қараңыздар, либо отпишитесь. Look at what you done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fires out. What do you want to do? All day long. Айғайлап, жылап, быт-шыт болып ояндым бар ғой, прям нервым ауырып отыр. 2 рет потолокты жасадық, қайттан потолок жыртылып кеткен, представляете? Ана тректің резинкаларын дұрыс салмаған. Қазір хабарластым да жындандым, ана негеш. Потологымды жасағандарға келсін да бүгін жасап берсін. Мен уже 17-сіне клининг шақырып қойдым, неге кіру керекпін деп. Прям жынданып тұрғанды айта алмаймын енді ше. Қазір айттым, если бүгін қазір келіп жасамасаңыздар, сторисқа салып тұрып, адресін біліп, үйіне теуіп барып кіріп, бытшын шығарам деп отырмын. Прям нервым ауырып отыр, ана жігіттің әйелін, блядь, мама бабасын бәрін сторисқа салам, құдағилардың алдында позорын шығарайын деп отырмын. Әйтпесе менде басқа амал жоқ уже. Жұмыстары некачественный, каждый раз некачественный, уже білмеймін енді қалай адам деген осылай бессовестно осылай істеуге болады, біреудің потологымен как попало істеп кетуге. Білмеймін, мен енді сөзім жоқ, мен қазір қатты ашуланып отырмын бар ғой. Сотқа бермейсің ба деп айтатындар бар шығар, сотқа бер. Уже не айтып жатқанымды ұмытып жатырмын ғой уже. Сол люстраны келіп алдымда орнатқан, люстраны да қисық орнатып тастаған. Ладно дедім да, қойшы, проблема шығармай қойыншы, люстраны басқа адамға ауыстырта салайыншы деп басқа адамды шақыртамам. Басқа адамды шақыртам, люстра қисық тұр, оның өзін ауыстырғанға 40 мың теңге төлейін деп отырғам ғой. И ананы көрем да, прям уже сөзім жоқ бар ғой. Клининг 17-сіне шақырып қойдым, 20-сына мен көшу керекпін. Ерасылды уже басқа мектеппен сөйлесіп жатырмын, уже мен басқа мектепке беру керекпін. Білмеймін енді, мен уже қашанғы мен уже нерв болып біттім, уже не знаю. Жылап болдым, енді боянып объектіға барайын деп жатырмын. Сосын заодно қазір сестренкам жұмыстан келіп жатыр, түсіріп алшы деп жатырмын. Көп адам менің тоналкамды сұрайды. Қандай тоналкамен қолданасыз деп. Менің бетімде қарасаңыздар, пигмент жоқ болғанымен майда-майда веснушкалар бар. Менде это всегда было. Мен туылғаннан бетімде веснушкалар бар. И соларды кетіретін менің күшті тоналкам бар. Көрсетейін. Лятяу. Мынандай нәрсе. Бұл да Ерасылдікі. Мой любимый спонжик. Менде ағы и қарасы бар. Светлый тоны и темный тон екеуін араластырып жаған бетіме. Қазір қараңыздар, до, после. Супер беттегі бүкіл нелерді скрывать етіп, бірақ бет андай қатты тянуться етіп андай не болмайды да, ауыр болмайды да беттеріңіз. Заскрините, можете заскринить. Күшті тоналка. Бетіме тоналка жақпай тұрып, бірінші бетіме маска жасап, увлажнить етіп алайын. Увлажненный бетке тоналка күшті тұрады обязательно. Аптасына 1 рет болсын. Енді күнде емес, конечно, бірақ аптасына 1 рет. Көп жасамаймын мен өзі. Менен лайфхак қыздар, қатты жадны деп ойламаңыздар, но бірақ мен аның ішіндегіні былай алып, полезный нелер, компоненттер, и сыртынан осылай жалғам обязательно. И засекаем время. Маскадан кейін бет прям күшті болады. Тоналкаға бетті дайындаймыз. Увлажняющий спрей с гиалуроновой кислотой. Бетке питать еткізіп аламыз макияждың алдында. Но база бізде тоналканың алдында себетін. Тоналка менде айттым, светлый и темный деп. Но менде светлый тоналка и темный тоналка. Просто хочу показать вам разницу. Мына қараңыздар. На бетімде тоналка жақтым. Беттеріңіз демалып тұрады. И мына қараңыздар. Легкий биби сияқты тоналканың өзінен бет қалай тазарды. И мына жақты қараңыздар мына.
Какая красота. Вау. Бала шағыланып тұрмын ғой ағам. Күшті. Күшті, просто супер. Шүкір Аллама, шүкір Аллама.